Досым, солай. Аш Айтжан, неғып далбасалап отырсың? Айтжан демеш маған. Айтжан деген ат вообще ұнамайды маған. Енді кім деймін? Азамат де. Айталиев па? Қатты күлкілі болып жатыр ана жерде. Саған кімге айтсам сен деген, Солай досым. Ешкім сенбей жатыр мен айтқаныма. Құмаш Айтжан, не ертең айтасың? Айтжан демеш маған. Азамат деші. Айтжан деген ат вообще ұнамайды маған. Болды ғой онда удостоверение алған соң өзгертіп аламыз атын. Ой, сен түсінесің бе? Мен Айтжан емес, мен Азаматпын. Біздің Айтжан екеуміздің жан дүниеміз ауысып кеткен сияқты. Ол сен енді білмейді. Сымбат үшін ғаның сен мен асып кеткен білесің ба? Жоқ, қайдағы сымбат? Сөйлемеші маған. О, Құдай, не істеп қойдым мен? Не үшін алдым сол сағатты мен? Сағатқан сындырып тастайыншы. Сымбат, тоқташ! Бес! Жындысың ба, ені? Сағаттың! Сағат қайдағысың? Йол ақыт саға? Қай жаққа? Топас! Мұй құлақ дейсі. Қой сен. Саң. Өң батсын бай. Ешкім сенбей жатыр маған. Кім түсінеді екен өзім, бір түсінсе Айтжан ғана түсінетін шығар. Мен Айтжан бар, тауып келейінші. Құмаш? Мен ғой Азамат. Құмаш? Айтжан? Не болып жатыр? Не болып жатқанын білесің ба? Иә, сен же? Жоқ. Жүр кеттік айтамын мен саған. Бәрінен әлі, сағат. Қандай сағат? Сен мен туылғанымда берендегі екеуміздің өмірімізді ауыстырып жіберді. Ол мен саған бердім ғой. Ол сағат қаяқта? Ол сағатты сенің қызың. Нұрай жоғалтқан. Қай жерге жоғалтты? Қай жер жоғалтқанын білсем өзім тауып алмайын ба? Кеттік онда сағат. Ол сағатты тапқан кезде не пайда саған ал? Қалай не пайда? Сағатты аламыз да сындырып тастаймыз. Сол кезде ол сағаттың күші жойылады. Ол сағаттың ішінде біздің өміріміз жатыр. Осынған кезде бізде не болатынын кім білсін? Кеттік, Нұрай тауып алайықшы. Нұрай, сағат қаяқта? Айтшы маған өте керек болып тұр. Қай жерге тастадың сағатты? Жігіттер, тоқтасаңдаршы. Қызымен сөйлесіп тұрғаншамыз. Не от сонша? Кімсің сен? Кімсің сен дегенде мен оның жігіті болғанмын, не от сонша? Жүріп кеттік. Жүр.
Сағатқан? Қайдақ шеге? Бәленің бәрі сағаттан емес, бәленің бәрі тілден. Есіңде ма? Мен сенің өміріңе қызығам деп айтқан. Вот, біз сол үшін жазаланып жатырмыз. Бәлені сағаттан емес, біреуден емес, өзімізден іздейік.